Жәнібек, туған күнің құтты болсын. Бір сәтке іздеу жұмысы тоқтаған емес. Бельгиялық әйел асырап алған Жәнібектің бұл жолғы туған күні тұңғыш рет ата мекеніндегі қалың елдің ақ тілегімен өрілді. 22 жасын ұлттық арнадағы мың бір түн бағдарламасында қарсы алған ол, анамды көрмесем де туған еліммен қауыштым деп ағынан жарылды. Журналист Қымбат Тосжан Жәнібектің анасына қатысты зерттеу жұмыстарымен бөлісті. Папкаға жиналған дерек пен дәйек қалың, тек түсініксіз жағдайлар көп. Бельгиялық асырап алушы біздің елге келерден бұрын Жәнібек Жұмағұловтың өзінің жеке мәліметі мен суретін алып, Қазақстанға келе жатқанда қандай баланы асырап алатынын біліп келген. Және келгеннен кейін бір кісіге қомақты қаржы берген. Біздің бір ғана Жәнібектің тағдыры біраз шетел асқан балалардың тағдырына өте үлкен сеп болады деп ойлаймыз. Жәнібектің анасын іздеу барысында қатталған барлық құжат бас прокуратураға берілді. ДНК тапсырушы ниеттілер үшін де сенім телефоны іске қосылды. +7 771 321 97 86. Шалынған қоңырау мен берілген мәлімет құпия сақталады. Депутат Тархан Қыдырәлі санда бар санатта жоқ балалар туралы деректерді жаңалау керек дейді. Тіпті кәмелетке толған кезінде Қазақстан азаматтығын аламын десе, олардың таңдауына ел боп көмектесуді ұсынды. Жандос Темірғали, Советхан Жағиев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.